Сәлем достар, бүгінгі тақырып бізде декрет депрессия үшін емес. Осы декретте көптеген әйелдер депрессияға түсіп кетеді деп естіп жатамыз. Декретте отырып жаңағы әйелдер айтады, ашушаң болып кеттім, декретте отырып өз-өзімді жоғалтып алдым деген секілді. Декретте отырып депрессияға түсіп кеттім, стресске түсіп кеттім дегенде ең алдымен депрессияға қандай адамдар түседі? Депрессия дегеніміз не? Депрессияға ол айналысатын жұмысы аз, мүлдем жұмысы жоқ деуге де болады. Және бір өзін бір қатты кінәлайтын, бәріне жұмысы. Бұл жерде көбіне көп мен жұмысқа келіп тоқталамын. Істейтін ісіңнің аз болғандығынан және уақытты дұрыс жоспарлай алмағандықтан, өзіңнің қаражатыңды үнемдей алмағандықтан, өзіңдегі бар байлықты көре алмағандықтан адамдар депрессияға ұшырайды. Әсіресе декреттегі әйелдер өзін өзгемен көп салыстырады. Анада анандай болып кетті, менде мынандай болу керек деген секілді. Бірақ біз түсінуіміз керек, декрет ол бізге депрессия үшін емес, декрет бізге баланы бағу үшін беріледі. Баланы тәрбиелеу үшін, яғни сіз өмірдегі ең құнды байлыққа ие болып отырсыз. Ең керемет, әлемдегі қол жетпес байлыққа ие болып отырсыз. Айтуыңыз мүмкін, бәрі де туады, бәрінің де баласы бар ғой деген секілді. Жоқ, сіздің балаңыз ерекше, сіз өзіңіз ерекше адамсыз. Ерекше деген сөздің өзінде жаман ойлап қалмауыңыз керек. Кәдімгідей сіз жақсы, дені сау болып, дені сау балаға қарап отырсыз. Соның өзі үлкен нығмет, үлкен шүкіршілік болу керек. Декретте отырған кезде анау үйтіп қойды, мынау бүйтіп қойды, яки өз-өзіңіз төмендетіп, мен жұмыссызбын ғой, мен күйеуімнің қолына қарап отырмын ғой, күйеуім келеді, менен жаңағы ананы істе, мынаны істе деп айтып, жаңағы менің ақшасыз яки жұмыссыз екенімді төмендетеді деген секілді ойда болмауыңыз керек. Күйеуіңіздің онсыз да сізді бағу міндетіне кіреді. Және күйеуіңіздің қойған талаптарын орындау, ол сіздің декретте отырған кезіңізге байланысты, ол сіздің жалпы әйелдік міндетіңізге кіреді. Сол себепті бұл жерде декреттің қатысы жоқ. Сосын декретте отырған әйелдерге былай көрінуі мүмкін, барлық оған тисе беретіндей, барлық оны менсінбейтіндей. Мәселе ода емес. Мәселе сіз өзіңізді солай ойлайсыз. Адам өзі қалай ойласа миында, өмірде солай болады. Адамның ойы арқылы, яғни адам өзін солай ойлау арқылы, адам сондай нәрсені тартып алады өзіне. Сіздер мысалы секрет деген киноны көрген шығарсыздар. Сонда адам не ойлайды, соны тартып алады. Жамандықты ойласа жамандық келеді, жақсылық ойласа жақсылық келеді. Мені адамдар басынады, декретте отырған кезде, мені адамдар төмендетеді деп ойлаған сайын, сондай адамдар тобырын өзің шоғырландырып аласың. Яғни сен оны қалайсың сондай болған. Адам өзі соны ойлаған сайын соны қалап тұр. Себеп соны ойлап тұр ғой. Логикалық түрде ойлап қараңыздар, соны ойлайсың сен. Демек сен соны қалайсың деген сөз. Ал егер сен өзіңе деген сый құрметті, бағалауды қарасаң, сен сол туралы ойлайсың. Мысалы, жоқ, мен декретте отырмын, мен баламен отырмын, мені күйеуім сыйлайды, мені жаңағы өз жұртым, яғни күйеуіңнің жұрты сыйлайды, мені барлығы бағалайды, айналадағы адамдар маған қамқорлық көрсетеді, жылы сөзбен, жылы шыраймен қарайды деп ойласаң, ол сондай болады. Ол жерде барлығы ойға келіп тіреледі. Сосын декретте отырған әйел кішкене бала секілді көңіліне алғыш болады. Ол бір енді баласы бар жаңадан босанған әйелдердің барлығына басым сезім кішкене әлсіздеу болады.
шынымен де қамқорлыққа мұқтаж, бір жылы сөзге мұқтаж болып тұрады. Психологиялық тұрғыдан сәл де болса бір әлсіреп қалғандық байқалады әйелдерде. Енді бұл туу процесімен де байланысты. Онысы кішкентай балаға ол жауаптымын деп ойлайды. Өзінің жаңағы түн ұйқысын төрт бөліп еміздіретін бар, күні түні баланың қасында отыратындығы бар, шаршайтындығы бар. Сол себепті де психологиялық жағынан әлсіз болады. Сол себепті де күйзеліске түсуі мүмкін. Бірақ бұл күйзеліске түспеудің амалы жаңағы басында айтып өткендей уақытты дұрыс жоспарлай білу, қаражатты үнемдеп пайдалана білу, өзіңді өзгемен салыстырмау. Менің жолым бөлек, басқаның жолы бөлек. Мейлі басқалар байи берсін, декретте отырып байи берсін, мейлі бүткіл әулетін асырасын, үрім бұтағын асырасын, бірақ менің міндетім қазіргі баланы дұрыс бағып, ауыртпай, дені сау қылып, ауыртпай деп те айтпайық, ауыртпай деп ойласаң да ауыртып алуың мүмкін да баланы. Себебі ауыртпай дегеннің ортасында бірдеңе де жатыр да, ауыртып қалуы мүмкін деген қорқыныш бар да баланың, ананың бейсаналы түрде ойында. Сондықтан да баланы дені сау қылып өсірем, қалай баламды дені сау қылып өсірем, қалай дұрыс тамақтандырам, баламды қалай ойнатам, қалай үй тірліктеріне де үлгеріп, балама да қарап, баламды да дамытып, өзімді дамытам, өзімнің қалай қалпыма келем деген секілді. Өзіңіздің күтіміңізге де көңіл бөліп, үйдің күтіміне де көңіл бөліп, күйеуіңіздің күтіміне де көңіл бөліп, балаңыздың күтіміне де көңіл бөліп, үйіңізді де әдемілеп отыруға болады. Болмаса өзіңіздің бір сүйікті жұмысыңыз болса, тегі бір энергияңыз тасып, қатты жұмыс істегім келіп бара жатыр десеңіз, өзіңіздің қазір көп қой онлайн жұмыстар. Сондай бір онлайн жұмыс істеймін, баланы да қараймын, үйді жайғастырамын, бәріне үлгеремін деп қатты талпынып отырсаңыз, маған бір жұмыс керек деп, онда онлайн жұмыстар өте көп, бірақ бұл жерде режимді дұрыс ұстану керек. Яғни түнде уақытылы ұйықтап, азандап уақытылы тұрсаңыз, онда солай жұмыс істесеңіз, онда сіз қатты шаршамайтын боласыз. Кез келген адам қатты шаршамайтын болады. Түскілік уақыт бір ұйықтап алсаңыз деген секілді осылай бір режимді қалыптастыру керек та. Енді әркім әртүрлі. Мысалы, кейбір адамдар өзі о бастан аз ұйықтайды, кейбір адамдар көп ұйықтайтын болады. Кейбір адамдардың организміне сол ұйқы деген нәрсе жетіспейді. Яғни 8 сағатты көп ұйықтайтын адамдар бар. Олардың организмі соны қалап тұрады. Егер ол сол ұйқыны жақсы көріп тұрса, сол қалап тұрса, ол ұйықтап алу керек. Күндіз де, түсте де, артығымен. Ал кейбір адамдар артық ұйықтап кетсе, бас ауырып, көп ұйықтай алмай, жаңа тыбырлап қалған бір мазасыз сондай болады, өзі активный деп айтамыз ғой. Ондай аналар, әйелдерге бәлкім қосымша жұмыс керек шығар. Ондай әйелдер шынымен де бір өзіне лайықты бір жұмыс тауып алу керек, онлайн түрде болсын. Себебі балаға бастапқы бір жылда балаға сіздің қамқорлығыңыз бен мейіріміңіз керек болады. Бастапқы бір жыл емес, тіпті 2 жыл. 2 жылға дейін сіз балаңыздың қасында отыруыңыз керек, балаға мейіріміңізді, шапағатыңызды бөліп беруіңіз керек. Себебі 2 жаста балабақшаға беруге болады, болмаса жаңағы егер қаражатыңыз жетіп жатса, нянька жалдауға болады дегендей, егер қатты бір жұмысқа шыққыңыз келіп тұрса. Ал оған дейін ана баласымен отыру керек, баласымен болу керек. Баласына барынша махаббатын төге білу керек. Соған байланысты қазір көптеген онлайн жұмыстар көп қой. Әрине өзіңіздің жаныңыздың қалауымен орындалатын жұмыс болу керек. Өзіңіз қалайтын, гармонияда болады, оны сүйіп істейтін, жан жүрегіңізбен қалайтын, ол жұмысты істегенде сіз рахаттануыңыз керек. Жай ақша үшін емес бұл жерде. Себебі әйел өз гармонияны жақсы көреді. Гармониялы түрдегі жұмыс болып сіздің жаныңызды рахаттандыратын жұмыс болса, сізге сіздің энергияңызды алады емес, сізге энергия сыйлайтын жұмыс болса, сондай жұмыстар істеуге болады. Сосын тағы айтатын нәрсе, декретте отыратын әйелдер жаңағы тұпас болып қалатын дегенде нәрсе де бар. Себебі күнге жалғаса беріп, айнала беретін бір тірлік қой. Балаңды еміздіресің, қарайсың, тамақтандырасың, жаңағы күйеуіңнің жағдайын жасайсың, тамағын бересің, одан кейін киімін жуасың дегендей. Мейлі бәрін кнопка істесе де үйіңді жинауың керек. Қолмен істелінетін жұмыстар бар, қолмен жуатын кірлер бар. Уақытыңды дұрыс сәйкестендіруің керексің, өзіңе де көңіл бөлуің керексің деп. Соның бәрін сәйкестендірем деп жүріп,
өзіңнің жаңағы дамуың қалып кетеді ғой деген сияқты нәрселер бар да. Ол үшін жаңағы ми бір жерде тежеліп қалуы мүмкін деген секілді. Сол себепте мидың ары қарай даму үшін миға салмақ салып тұру керек негізі. Онсыз да декретте отырмын ғой, онсыз да миыма салмақ түсіп жатыр ғой деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ егер мүмкіндігіңіз болса, қолыңыз бір бос болатын кездер болады, адам өз қолы бос болатын кездер. Біз көбіне көп әйелдер қазіргі заманда мен байқаймын, қол бос болса болды, телефон шұқылап отырады. Қол бос болса болды, ананың өмірін көреді, мынаның өмірін көреді. Содан депрессия деген нәрсе қаптайды да тұрады адамды. Өзім осы декретте отырған әйелдермен сөйлескен кезде өзімнен де байқаймын. Біреудің өмірін көрсе, мен неге сондай емеспін, анау декретте отырып байып кетіпті, мынау күшті болып кетті, мынау үйтіп кетті, мынау сөйтіп кетіпті. Оның бәрінде ар жағында бірдеңкесі болады. Сіздер ондай адамдарға қызықпай қойыңыздар, бірден айтайын. Оның ар жағында солай баласын тастап кетіп, анау Қытайда жүрген, анау бір Турцияда жүрген әйелді жетісіп жүрген жоқ. Олардың бір баласымен бір проблемасы болуы мүмкін, болмаса отбасында бір проблемасы болуы мүмкін, иә. Бекерден бекер адам тау асып, қыр асып жұмыс істемейді. Ондайда бір қаржылық қажеттілік болуы мүмкін қатты. Білмеймін ғой, енді қарызы болуы мүмкін. Болмаса жаңағы бір адамда тревожность дейді, мазасыздық. Қазір жоқ болып қалады, жоқшылықта өскен адам болуы мүмкін. Қазір жоқ болып қалса не істеймін деген секілді, нан таба алмай қалсақ не істеймін деген секілді. Бір күйеуіне сенбеушілік деген секілді, күйеумен қарым-қатынасы онша болмауы мүмкін. Бір әйтеуір бір жағдай бар ол адамда. Сол себепті ондай байып кеткен, декретте отырып байып кеткен адамға қатты қызықпай қойыңыздар. Ол бір оның ар жағында өзінің үлкен мәселесі жатуы мүмкін. Ол оны көрсетпейді әрине. Ешкім мысалы, мен мәселем бар, маған қараңдар деп, білмеймін, айта бермейтін сияқты бұл заманда. Оның үстіне біреудің мәселесі біреуге қызықты емес. Адамдар мәселеге қарауды емес, мәселені шешуді ойлайтын сияқты. Сондықтан да ондай адамға өзін керемет қылып көрсететін адамға қарай бермеңіздер. Оның үстіне бір жағы ол иллюзия да болуы мүмкін. Кейбір адамдар осылай иллюзия жасап, яғни өзінің бақытты, бай өмірін көрсетіп, курс сататын адамдар көп қазіргі заманда. Қараңдар маған, мен күштімін, баймын, сендер менің курсымды сатып алсаңдар, сендер де бай болып кетесіңдер деген сияқты психологияны салу мақсатында да өзін сондай әдемі қылып көрсетеді, яғни ақша жасау мақсатында да. Сондықтан да мұндай нәрсеге алданып қалудың қажеті жоқ. Оның қаншалықты шын, қаншалықты өтірік екенін біз білмейміз, қаншалықты сауда жасамай жатқанын. Мен бір танысымнан білем, өзі склады жоқ, бірақ өзімнің складым деп өзгелерге осылай көрсетіп, Инстаграм арқылы жарнамалап сататын бір әйелді білем. Бірақ өзінде склад жоқ. Анадан алып, мынадан алып сатады. Біреудің складын менің складым деп көрсетеді, адамдардың сеніміне кіру үшін. Енді саудада кішігірім болсын, өтірік болады, оны жоққа шығармау керек. Сол себепті де ондай өтіріктерге алданып қалмаңыздар. Ол үшін депрессия бол, ой, анау осып кетті декретте отырып, мынау мен қалып баратырмын, мен жаңағы дым таппаймын, ой, мен ақшасызбын деп айтудың қажеті жоқ. Сізде жаңағы ай сайын түсіп отырған пособие бар, ол жетпейді деп ойлауыңыз мүмкін. Жетпейді деген түсінік негізі миымызда ғана болады. Құдай тағала бәрін жеткіздіріп берген, сіз өзіңіз просто жеткіздіре алмай жүрсіз. Осыны сәл ойлансаңыздар түсініп аласыздар ары қарай. Адам өзі жеткіздіре алмайды. Ол қаржылай сауатсыздыққа алып келеді. Не үшін біз кредит неге қарызға кіреміз, себебі қаржылай сауатсызбыз. Егер былайша ойлап қарасаң, егер дұрыс үнемдеп жұмсай алмасаң, тіпті миллиардтар да жетпеуі мүмкін адамға. Сондықтан аз сумманың қадірін білетін болсаңыз, Алла тағала өзі еселеп сізге береді. Себебі шүкір етсең, мен жаңағы арттырамын деген Алланың сөзі бар байлықтарыңды. Шүкір ету дегеніміз амал жасау. Яғни мысалы сіз 20 мың пособие алсаңыз, соны дұрыстап орын-орнымен жұмсай білсеңіз, сіз онда ол дүниеге шүкір еткеніңіз. Кейбір тіпті ақылды әйелдер бар екен, пособиесін құртпай бір тиынына дейін жинайды. Енді подгузник, баланың басқа да керекті заттарын бәлкім жұбай әкеп беретін болар, болмаса ол құртып қойдым деп жұбайына ақталып, әйтеуір жұбайын алғыздырып алатын шығар, болмаса үй ішіндегілер алып беретін шығар ондай керекті заттар. Енді білмеймін қалай жинағанын, бірақ подгузник тағы да басқа балалардың керекті затына құртқанның өзінде ол суммадан қалады. Егер сауатты түрде жұмсай алсаңыз, оны жинап ары қарай арттырып, енді
өзіңіз былай депозит деген нәрсені онша мен өзім жақтыра бермеймін, бірақ қолма қол жинап шығарып алып жинасаңыз да әйтеуір оны жаңағы арттырып солай бір өзіңізге кішігірім капитал құрып алуыңызға болады. Бұл өзіңіздің әрі қарай өзіңізге бір довольный деп айтамыз ғой, сондай болып жүруіңізге септігін тигізеді. Яғни өзіңізге ақшаңыз болса сенімді боласыз. Декретте отырсам да менің ақшам бар деген ойыңызда ой тұрады, оны ешкімге айтпасаңыз да. Мен өзіме сенімдімін, менде бір адаммын, тұлғамын дегендей бәлкім өзіңізге енді кішігірім септігін тигізеді ғой. Өзіңізде жекеменшік өзіңіздің ақшаңыздың болуы адамның бір сенімділігін арттырады, кез келген адам қорының болуы. Сол себепті де сондай нәрсені жасағаныңыз дұрыс болады. Сол осылай бір депрессияға түсіп кетпес үшін де достар, осындай бір нәрселерді жасасақ, осындай бір жақсы ойласақ, осындай бір жақсы нәрселерді қалыптастырсақ дұрыс. Және де басында айтып кеттім, миға салмақ салуымыз керек деп. Миға салмақ қалай саламыз? Енді күнделікті тіршілігіңіз бар ғой, салмағым көп қой, онсыз тірлігін үй тірлігінен ажырамаймын деп жатқан өзінде болмайтын сондай бір телефонды шұқылайтын нәрселерді ойлай бергенше, телефон шұқылап, уақытыңыз бос уақытыңыз телефон шұқылап, инстаграм шұқылап кеткен уақытыңызды кітап оқуға жұмсасаңыз болады. Шындығында әр күні 10 бет кітап оқуға жұмсасаңыз, миыңыздың қайда шынығып, әрі сауатты, әрі жаңағы миыңыздың жұмыс істеп бірдеңеге алданғандығын байқайсыз. Әрі өзіңізге информация ала бастайсыз. Білімді болған негізі жақсы, біліп жүрген жақсы. Біз көп іс әрекеттерімізде мысалы білместікпен ұшыраймыз, күнәға да білместікпен ұшыраймыз, қателікке де білместікпен ұшыраймыз. Қаржылай сауатсыздыққа да, ақшаның бәрін жұмсап жіберу, яки болмаса қолда ақша ұстай алмауды, ол да білімсіздіктен. Егер біз соны қалай дұрыс жұмсау екендігін білсек, біз оған ұрынбас едік. Сол себепті де кітап оқу, кітапты сатып алып оқу өте тиімді деп айтар едім, әсіресе декреттегі аналарға. Себебі біз үйде отырып қалғандықтан, былай сыртқа шығып көп адаммен араласа бермегендіктен көп нәрсені түсінбеуіміз мүмкін. Инстаграмға кірсеңіз де өзіңізге пайдалы аккаунттарға жазылыңыздар. Пайдалы аккаунттар өте көп, пайдалы контенттер өте көп. Аны бір сайық мазақ, блогер, тағы да басқа нәрселерді көруге кеңес бермес едім. Ол миыңызды тұншықтырады, ол қажет емес. Ол бір жағы нәпсі. Ой, қош, кішкене маған развлечение керек, мен декретте отырмын ғой деген ойыңыздың, санаңыздың алдауы ол. Оған қарағанда бір пайдалы контенттер көріп, пайдалы кітап оқыған әлде қайда сізге тиімді. Бір курс оқып тілді үйренем десеңіздер де болады, егер уақыттарыңыз болса оған. Оны до конца жеткізе алсаңыздар. Себебі баламен арпалысып жүріп, көп нәрсеге адам уақыт жеткіздіре алмауы мүмкін. Егер уақытыңыз дұрыс жоспарлай ала білсеңіз, өзіңіздің күш жігеріңіз, ерік жігеріңіз мықты бір энергичный қатты әйел болсаңыз, әрине жетуіңіз мүмкін діттеген мақсатыңызға. Ал егер жоқ, мен осы декретте, осы ұйықтауым керек, декретте мен демалуым керек, сосын барып жұмыс істеймін десеңіз, ол әрине өз еркіңіз, әркім өзінің организміне себеп бағына білуі керек. Достар, сіздерге бар айтпағым осы. Декретте депрессияға емес, бала күтіміне арнап, баланың дамуына арнап, өздеріңіздің дамуларыңызға арнап, уақытты дұрыс жоспарлай біліп, жаңағы күшті бір декреттеріңізді өткіздіріңіздер. Көргендеріңізге рахмет, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.